Hi kids, today we are going to talk about quantitative pronouns much, many and a lot of. Бүгін much, many және a lot of мөлшер есімдіктермен танысатын боламыз. Үшеуінің аудармасы және мағынасы бірдей болғанымен сөйлемде қолданылу ерекшеліктері әртүрлі. Мысалы, much мөлшер есімдігі тек қана сан алмайтын зат есімдермен қолданылады. Және де көбінесе негатив болымсыз және интеррогатив сұраулы сөйлемдерде көбірек кездеседі. Есте сақтап боламыз. Much мөлшер есімдігі uncountable nouns, сан алмайтын зат есімдердің алдына қолданылады. Мысалы, how much money have you got? Сөйлем сұраулы, money зат есімі сан алмайды, және де much мөлшер есімдігін қолданамыз. We didn't spend much money. Сөйлем болымсыз, money зат есімі сан алмайды, сондықтан much мөлшер есімдігін қолданамыз. Many мөлшер есімдігі countable nouns, сан алатын зат есімдермен бірге қолданылады және сұраулы, болымды, болымсыз сөйлемдерде қолданыла береді. Мысалы, I don't have many friends, there are too many disadvantages in this business. Есте сақтап аламыз, much және many мөлшер есімдіктердің басты айырмашылығы much сан алмайтын зат есімдермен, many сан алатын зат есімдермен қолданылады. Және де much мөлшер есімдігі болымсыз және сұраулы сөйлемдерде көбірек кездеседі. A lot of белгілі бір заттың көп мөлшері деген мағынаны білдіреді, яғни көп аудармасы. A lot of much пен manyден айырмашылығы саналатын, countable және сан алмайтын зат есімдермен екеуімен де қатар қолданыла береді. Көп жағдайда a lot of мөлшер есімдігі болымды сөйлемдерде қолданылады. Есте сақтаймыз, a lot of countable және uncountable екеуімен де қолданылады, бірақ көп жағдайда қандай сөйлемдерде? Болымды сөйлемдерде қолданылады. Мысалы, they've got a lot of orange juice. There is a lot of money in my bag. I have a lot of pencils. I have a lot of time. Мысалдарды талдайтын болсақ, бос орынға much немесе manyді қойып шығайық. Сөйлем сұраулы. Songs. Song, өлең, ән. Зат есім саналады демек, саналатын зат есімдермен біз many мөлшер есімдігін қолданамыз. How many songs do you know? He has so friends. Friends, достар, саналатын зат есім. He has so many friends. Hurry up, we don't have so time. Уақыт саналмайды, сөйлем болымсыз. Much мөлшер есімдігін қоямыз. Hurry up, we don't have so much time. Сөйлем сұраулы, money. Зат есімі саналмайды. Қандай мөлшер есімдігін қолданамыз? Much. You have too much money, can you lend me? Thank you for your attention and good luck.